Тіліңізді тыймасаңыз, жаман мінезіңізбенен жаман әдеттеріңізді қоймасаңыз, сіз Қағбаның жанында ұйықтап күніге жатсаңыз да, Алла сізді кешірмеймін десе кешірмейді. Алла бермеймін десе бермейді. Құдай сақтасын, мен сондай адамдарды көргенмін. Тура сондай адамды өзім таң қалғам, жылаған маған айтты. Мен Меккеде өмір сүріп атқаныма 10 жыл болды дейді. Бір рет болса да Қағбаның жанына кіріп намаз оқымаппын дейді. Bir kişi жылаған маған. Bir жерде отырып қалғанымда, сондай бір араб кісімен сөйлесіп қалдым. Қай жерде тұрасың? Осы жерде тұрам, осындай. Мен қызығып жатырмын ғой, шіркін ай, осындай киелі жерде тұрасың. 5 уақыт намазыңды сол жақта өткізетін шығарсың десем, жоқ дейді. Мақұл, жұма сайын қалмайтын шығарсың десем, жоқ дейді. Онда умра жасап тұрасың, жыл сайын қажылықтасың десем, сенесің ба дейді. 10 жыл болды дейді да, осында тұрмын. Bir rет Алла тағала мен осы жерге сәждемді бұйыртпапты деп жылады да, жылап жіберді ше. Құдай қаламаса ше, ана маңдайын қойғызбайды екен ғой сол жерге алдына алып келіп. Сондықтан Алла тағала сізді сонау мыңдаған километрден алып келіп, пайғамбардың табаны тиген жерге сіздің табаныңызды тигізіп, маңдайы тиген жерге маңдайын тигізіп атқаннан кейін, ендеше Құдайдың мейірімі сізге жауып тұрған адамсыз. Бірақ соған лайықты бола біліңіз.